Сәлем, қымбатты менің достарым. Сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Достар, сіздер де маған ұқсап пицца істесем бе екен, әлде самса істесем бе екен, жоқ әлде қаттама істеп жесем бе екен деп ойланып отырсаңыздар, дәл осы рецепт сіздер үшін. Олай болса, бисмилля деп іске кірісейік. Үлкендеу ыдыстың ішіне 400-450 грамм шамасында ұн салып, 2 ас қасық шекер салып, оның артынан 1,5 шай қасық тұз саламыз. Шекерді өте көп қосып жібермеңіздер. 2 ас қасық жеткілікті. Және бөлме температурасындағы 350-400 грамм су құямыз да қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте бос болмау керек және өте қатты да болмау керек. Орташа етіп илеңіздер және бастысы илеуі жақсылап қанған болу қажет. Иленген қамырды дәл осылай пакетке салып қойып, 10 минутқа демалдырамыз. 10 минуттан соң өздеріңізге ыңғайлы етіп майда зуала бөліктеріне бөліп аламыз. Мен бұл жағдайда 6 зуала бөлігіне бөліп алдым. Қамырдың илеуі өте жақсы қанған болса, қамырларыңыз жұмсақ, жылтыр, әп-әдемі болып жайылатын болады. Сол себепті илеуіне қанғанына мән беріңіздер. Егер тіптен илеуі қанбаған жағдайда, осылай 1-2 рет қайтарсаңыздар, тіптен зор керемет болады. Мінекей қамырымыз дайын. 6 бөлікке зуалаға бөлдік. Келесі кезек бізде арасына салатын салмасы. Мен бірден айта кетейін, 2 түрлі қаттама нан жасайтын боламын. Біреуі ас көктен, әсіресе көктем мезгілінде жасасаңыздар, қыс мезгілінде де мына заманда барлық нәрсе табылады базардан. Осылай ас көкті көп пайдаланып жесеңіздер, жақсы иммунитеттеріңіз көбейеді. Келесі екінші салмасы етпен болады. Оған пиязды барынша жұқалап, жіңішке етіп турағандарыңыз абзал. Себебі пияз қатты болып, қаттамаңыздың арасынан шығып, қатты болып тіске тигенде ыңғайсыздық танытпас үшін, жұмсақ болып пісіп, шығу үшін жұқалап тураған абзал. Және салмаға өздеріңізге ұнайтын тұз, бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Менің жағдайымда тек қана тұз бен бұрыш қостым. Бастысы салманы күш салып езіп жібермеңіздер, әйтпесем суы шығып кететін болады. Екінші салма менің етпен жасалады. Қойдың жегілген еті және мен оның майлы жерін алдым. Бұның да дәл солай жоғарыдағыдай дәміне қарай, татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап салмамызды араластырып аламыз. Өте қатты күш салмаймыз, суы шығып кетпес үшін. Келесі кезек бізде тынып, демалып тұрған қамырларда. Қамырымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай босап, әп-әдемі жылтыр қалыпқа келген. Оқтаудың көмегімен жақсылап дөп-дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамыр жаю видеоларды басқа да менің сілтемелерім арқылы кіріп көрсеңіздер болады. Қалай дұрыс қамыр жаю керектігін сағат тілімен солдан оңға қарай айналдыра отырып жұқалап жаямыз. Бастысы ортасын қаттырек басып қоймаңыздар. Екі жанынан салмақ салмай айналдырсаңыздар, қамырларыңыз дөп-дөңгелек шеңбердей болып шыға келеді. Қамыр өте жұқа және өте қалың болып жайылмау керек. Орташа диаметрі шамамен 1-1,5 миллиметрге жеткен дұрыс. Және алдын ала бөлме температурасында еріп тұрған маргаринді дәл осылай алақанның көмегімен, я болмаса өздеріңізге ыңғайлы болып жатса, кулинарлық щеткамен жақсаңыздар болады. Мен алақанымды қолданып жатырмын. Әрқашан мен тірлік жасардан алдын, ас пісірерден алдын қолымды жуып тазалап аламын. Салманың біріншісі менде ас көк, 2-3 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен 6 зуаланың 2 зуаласын ас көкке, қалғандарын етті салмаға арнадым.
мінекей екінші қабатында дәл солай қамырды бір-біріне келтіріп жабамыз да үстінен маргаринімізді жағып шығатын боламыз. Маргаринді өте көп жағудың қажеті жоқ, себебі өте қатты көп болып кетсе майлы болып піскен кезінде астын күйдіріп жіберуі мүмкін. Сол себепті де орташа етіп жағыңыздар қалыңдықты. Ораған кезінде барынша арасынан ауаны шығарып жіберіп отыру керек. Сол кезде өзіңізге ыңғайсыздық тудыртпайды. Мінекей қамырымыз дайын. Енді өздеріңізге ыңғайлы етіп пісіруге ыңғайлап бөліп аласыздар. Қаласаңыздар 2 бөлікке, қаласаңыздар 3 бөлікке. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. Жақсылап қаттама қалыпқа келтіріп, екі басынан сығып келтіріп аламыз және осы қамырымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып қойыңыздар. Жайған кезінде ыңғайсыздық тудыртпайды. Келесі кезек етті салмаға. Етті салманы дәл сондай жоғарыдағыдай басқышпен дәл осы салманы саламыз. Бірақ бұл жерде бір айта кететін нәрсе, етіміз майлы болғандықтан майын, маргаринін қалың етіп жақпаңыздар. Мінекей алақанмен басып, ауасын шығарып, үстінен қалған аздап қана маргаринімізді жағып жатырмыз. Дәл осылай жоғарыдағы іс-әрекетті қайталаймыз. Ауасын шығарып тұрып, сығып тұрып, қаттылау етіп орап, тығыздап, өздеріңізге ыңғайлы бөлікке салып кесеміз. Жоғарыдағы қамырымыз 15-20 минут дайын, тоңазытқышқа дайын болғанша біз екінші зуалыларымызды да жайып болдық. Келесі кезекте бізді пісіру кезең. Алдын ала пісірместен бұрын пештеріңізді қыздырып алыңыздар. Егер пешіңіз жақсы қызитын болса, 200 градуста, егер төмен болып қызитын болса, онда 250 градусқа қойып пісіргеніңіз абзал. Дайын болып жайылған қаттамаларыңыздың бетін жұмыртқамен жағып, жұмыртқа табылмаған жағдайда айран жақсаңыздар, кефир жақсаңыздар да болады, бірақ мұздай салқын болмау қажет, бөлме температурасында болуы шарт. Әйтпесем қаттамаларыңыз тап болып, аппақ болып қызармай қалатын болады. Егер өздеріңізде безендіру керек болатын болса, күнжіт, мак сепсеңіздер болады, жалпы сеппесеңіздер де керемет болып 20-25 минуттың ішінде пісіп шығады. Дәл осындай керемет дәм жасап көріңіздер. Лүпілдеріңізді аямай, подписаться бөліміне кіріп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева.